Армысыздар, құрметті менің көрермендерім. Сіздердің назарларыңызға өзінің ерекше дауыс тембрімен Кеңес одағының ұлы көсемі Сталинді тәнті еткен Юрий Борисович Левитан туралы хабарды ұсынамын. Кеңес одағында халықты даусының ерекшелігімен таң қалдырған Левитан азан шақырып қойған аты Ютка Беркович Левитан. Ол 1914 жылы 19 қыркүйекте еврей отбасында дүниеге келген. Әкесі Борис Семенович Левитан тігінші, қалалық шенеуніктер мен қызметкерлерге мундир тігуге маманданған. Анасы Мария Юлевна үй шаруасындағы әйел. Юрий Борисович Левитанның дауысындағы күші, тембрі мен айқындылық сол кезде сирек болған қасиет еді. Левитан 17 жасында артист болу үшін Владимирден Мәскеу қаласына оқуға түсуге келген. Өкінішке қарай ол қабылдау комиссиясынан өте алмайды. Көп замай дикторлар тобына қабылдау туралы жарнамаға көзі түсіп, өзінің провинциялық диалектісіне қарамастан бағын сынап дикторлық іріктеуден сәтті өтеді. Левитанның барлық табиғи деректері мен таланттарын ескере отырып, оның тағдыры бір түнде өзгереді. 1934 жылы 25 қаңтар күні кешке Бүкілодақтық коммунистік партиясының 17-ші съезіне баяндамасын әзірлеп жатқан Сталин көңілін басқа жаққа аудару үшін радио қосады. Сол уақытта түнде эфирде белгісіз диктордың Правда газетінің редакциялық мақаласын оқып жатқанын естиді. Жас диктордың сөздерді нақышына келтіре оқығаны, сөздер мен сөз тіркестерін қатты және анық айтқаны Сталинге ұнап, Керченцевке 17-ші съездің баяндамасын осы дауыс оқуы керек деп тапсырма берген. Радио комитетінің төрағасы құдіретті басшыға қарсы шығуға батылы жетпеді. Маңызды құжатты оқу бар жоғы 19 жастағы дикторға тапсырылды. Эфирге шығу қарсаңында таңғы 9-дан бастап, кешкі сағат 5-ке дейін Левитан, тәжірибелі диктор және орыс тілінің майталманы Наталья Толстова мен баяндаманың әрбір жолдарын мұқият қарап, дауыстап оқып шыққан. Левитан Сталиннің баяндамасын бірде-бір қатесіз 4,5 сағат бойы оқыған. Осы сәттен бастап ол КСРО-ның бас дикторы болады. 1941-1945 жылдардағы ұлы отан соғысы кезінде Совинформбюроның баяндамалары мен жоғарғы бас қолбасшы Сталиннің бұйрықтарын оқып, оның үні КСРО-ның әрбір тұрғынына белгілі болған. Түрлі деректер бойынша ұлы отан соғысы жылдарында Гитлер өзінің нөмірі 1-ші жауы Левитанның басы үшін 100 мыңнан 250 мыңға дейінгі неміс маркасын сыйақы ретінде жариялаған. Бұл сол кезде қомақты ақша еді. Германияның халықтық ағарту және насихаттау министрі Йозеф Геббельс 3-ші рейхтің КСРО-ны жеңуі туралы хабарламасын кеңестік диктор Борис Левитан оқиды деп армандаған. Мәскеуді алғаннан кейін дикторды дарға асу туралы бұйрық та берілген. Бірақ КСРО халқының бақытына қарай фашистік Германия жеңіліске ұшырады. Берлиннің алынуы мен жеңіс туралы қуанышты хабарды халыққа жеткізу Левитанға сеніп тапсырылды. Левитан жоғарғы бас қолбасшысының бұйрығымен эфирде фашистік Германияны жеңгені туралы 1945 жылдың 9 мамырында 21 сағат 55 минутта жариялаған. Внимание! Говорит Москва! Внимание! Говорит Москва! Соғыс жылдары Левитан 2000-ға жуық Совинформбюро мәліметтерін және 120-дан астам шұғыл хабарламаларды жариялаған. Соғыстан кейін үкімет мәлімдемелерін оқып, Қызыл алаңнан съездердің Кремль сарайынан репортаждар жүргізген. Фильмдерді дыбыстауға қатысқан. Диктор Левитан Сталиннің өлімі туралы және Юрий Гагариннің Восток кораблінде ғарышқа алғашқы ұшуы туралы тас хабарламасын оқыған. 1965-1983 жылдары үнсіздік минуты телебағдарламасында мәтіндерді оқып, бүкіл одақтық радиода ардагерлер айтады және жазады деген хабарды жүргізген.
1983 жылдың 4 тамызында Юрий Левитан 69 жасында Белград облысының Бессоновкасында Курск шайқасының ардагерлерімен кездесу кезінде қайтыс болған. Мәскеуде Новодевич зиратында жерленген. Құрметті менің көрермендерім, Кеңес одағы тұсындағы атақты диктор Юрий Левитан туралы хабарды тыңдадыңыздар. Хабар ұнаса лайк басып каналға тіркеліңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге шабыт береді.